Россия ғой. Мынау Россия, мынау Украинада. Нақты Еуропа болып кетеді ғой. Барселона, анау мынау. Мынау Қазақстан. Евразия картасы. Мына жерде там Қырғызстан, мына жерде Моңғолия, мына Қытай, Жапония, Корея болып кетеді. Мынаған қарай енді. Мынау Россияның жері. Россияның жері, өзінің жері, тиесілі жері. Осындай жатса. Саясат дейсің ғой, короче. Кезінде бізде Россияның қол астында болдық қой. Түрінде түсірсей. Нешінші жыл алдық тәуелсіздікті? 91 жыл 16 желтоқсанда алдық. Мынау полный Россияның жері болды да, міне мынау. Қазақстан бөлініп шығып кетті. Мынау Қазақстан жері. Сөйтіп, короче, шешесі мынау Россия жүрді. Россия мен Украинаның арасында қаншама жылдан бері не болып келе жатыр осы. Ерегісіп жатыр ма? Ерегісіп жатыр. Дүкен деп шеше. Мына Зеленский Украинада пиздец актер болған сондай. Қайрат Әділгерей сияқты ше. Сахналарда ойнап жүр. Бір күні Украинаның киносына түсірді. Президент болды ше. Президент болды. О Россияда, Москвада түсірілді ол. Ол короче андай сериал болып кетеді, тип анандай сияқты ше. Бітпейтін. Украиндықтардың бәрі танып алған Зеленский жаңа президент ретінде. Сөйтіп 2017 жыл ма 18-де ма пайды 19 әйтеуір сол жылы Украинада не болады, сайлау болады. Сайлауға Зеленский қатысады. Сөйтіп ең көп дауыс жинап, киноның арқасында президент болып кетеді. Сөйтіп Россия неққа соғыс ашты ғой. Зеленскийдің мықтылығы соншалықты ше. Ол пайды дымға саясаттың оқымағанда ше. Саясатқа қатысы жоқ, бірақ президент нақыл. Мысалы шешесі келді. Неқтан соғыс ашты. Зеленский Киевте отырға данный момент ше. Ол жаңа басқа президенттер сияқты ешқандай қалаға көшіп қашып кеткен жоқ да. Ол қазір Киевте отыр. Россия 3-4 облысын жаулап алды Украинаны ше. Қайтып келе жатыр ол Украина жаулап алып келе жатыр. Андай прикол бар ғой шешесі. Бірақ кнопка Путин деп ше. Рас осы, рас жағына. Если Украинаға атом рядом бомбасын лақтырса, аяқтан ақшың бар, Канадаң бар, шешесің, Қытайың бар, полный Россия кетеді ғой. Ол үшін Путин көтін қысып отыр да, былайынша айтқанда шешесі.